видеода біз Canva құжаттар платформасындағы жаңа мүмкіндікті айналатын дизайн немесе прокрутка құралын талқылаймыз. Бұл жаңарту құжаттарды интерактивті әрі динамикалық етеді. Айналатын мүмкіндігі бар дизайн Canva құжатындағы ішіндегі элемент. Айналдырған кезде элемент өзгереді, анимация пайда болады, ал оң жақта айналдыру жолағы көрсетіледі. Айналдыру мүмкіндігі бар дизайнды бірнеше жолмен жасауға болады. Ең алдымен оны таза парақтан басауға болады. Бұл үшін плюс түймесін басып, айналдыру мүмкіндігі бар дизайнды таңдау қажет. Сондай-ақ Canva ұсынған дайын шаблондарды пайдалануға болады. Құжаттың сол жағында арнайы айналдыру мүмкіндігі бар шаблондарға арналған қойында ашылады. Бұрын Canva платформасындағы жасалған анимациялар немесе қысқа видеолар негізінде де айналатын дизайн жасауға болады. Тағы бір тәсіл құжатқа арналған баннерді пайдалану. Оның параметрінде айналатын анимациялар опциясы қосу жеткілікті. Бұл жағдайда баннердің өзі айналдыру фонына өзгереді. Мұндай дизайнды өңдеу үшін элементті басып, өңдеу түймесін таңдау қажет. Осы кезде қосымша терезе ашылады. Онда айналатын дизайн видеоряд түрінде көрсетіледі, яғни ол 20 бетке дейін тізбектелген беттерден тұрады. Әр бетке жеке элементтерді орналастыруға болады. Олардың көрсетілу ұзақтығын немесе анимациясын бақылау мүмкіндігі бар. Элементтер бейнеде бірінен соң бірі ретімен пайда болады. Беттер арасында өтуді біркелкі ету үшін арнайы бейне ету анимацияларын, яғни переходтарды қосуға болады. Canva құжатындағы бұл видеоряд төменнен жоғарыға қарай тігінен айналдырылады. Бөлісу үшін құжатты интернетте көруге арналған ашық сілтеме жасау немесе құжатты сайт ретінде жариялау. Сілтеме бойынша немесе сайт түрінде қарау кезінде айналдыру мүмкіндігі бар дизайн дұрыс көрсетіледі. Canva құжатындағы айналдыру мүмкіндігі оқу материалдарын жандандырып, әсерлі жеткізудің тиімді әрі қарапайым жолы. Бұл құрал оқушылардың назарын оңай аударып, сабақты интерактивті әрі қызықты етуге мүмкіндік береді.